Қазақ ежелден қара шаңырақты қасиет тұтқанын білеміз. Сол отбасынан өсіп өнген ұрпақ иіліп кіріп, именіп отыратын болған. Сапарға шығарда, қиналған тұста, қысылған сәтте қара шаңыраққа кіріп тәу етуді парыз санаған. Алайда соңғы жылдары қара шаңыраққа қарауыл болып отырғандардың көк сүттей сұйылып бара жатқанын көріп жүрміз. Уақытты, дәуірді, жан бағысты көлденең тартып көлгірсейміз. Ал ұлт ісі, ұлыс екені естен шығып жатады. Қара шаңырақ деген сөзге қалай мән беріп тұр? Жылдар, ұзақ өмір, ғұмыр, сенің өткен ұрпағың, сенің өткен жеті атаңның жолы деген сөз, қара деген сөз. Яғни ұзақ жылдар бойы шыққан түтіннен, ол 50 жыл ма, ол 100 жыл ма, сөйтіп ол қараға айналдырды. Бауырдың бір-біріне тартылу ынтымақтастығы, жалпы адамгершілік құндылықтар, ұлттық құндылықтар тұр. Алаш қайраткері Әлімхан Ермекұлының сөзімен айтсақ, әр қазақ екенін намыспен ойлап, армен топшыласа, елдігіміз мәңгілік болары хақ. Сонда ғана қара шаңырақ шайқалмай сақталады. Киелі шаңырағына қайта қонып, қасиеті артып, қадірі ұрпақтың ой санасымен бекіп, қарттар үйіне қазақтың ақсақалды атасы мен ақ жаулықты анасы түрлі сылтаулармен тоғытылмайды. Сүйрелеп апарып өткізе салу тыйылады. Ата-ана, келін бала, төртеуі түгенделіп, қара шаңырақтың берекесі кіреді. Ар алға озып, қара шаңырақтың оғы сиремейтін болады.